Кымбатты достар, бүгүн өтө дамды осындай 4 түрлүү суши дайындайбыз. Менин арнама тиркелип коңуроошону міндетті түрдө басып коюңуздар. Алда осындай көп жаңа рецепттермен бөлүсүп отурамын. Барлыктарыңызга жасауга кеңес беремин. Алдымен сушига арналган күрүчтү жакшылап 3-4 кайтара жууп алабыз. Күрүчтү жууп булгасын. Суун соруктуруп осылай кептирип алабыз. Енді уксус растворун жасайбыз. Мен осындай корейский рисовый уксус колдандым. Уксустун үстүнө тоз, кант косуп, жакшылап аралаштырып, канты эригенче газга коюп ысытып алабыз. Кайнатпайбыз, тек канты тозу эригенче жай гана ысытабыз. Асты калың осындай табага күрүчтү салып, үстүнө суу куябыз. Аралаштырып, күрүчтү газга коюп пышырып алабыз. Суу тартылгандан кийин какпагын жаап, баягы кем дегенде 7 минут немесе 10 минуттай осылай пышырып алабыз. Міне биздин күрүчүбүз дайын. Күрүчтүн пишкен пишпегенин жеп көрсөңүздөр да болот. Енді күрүчтү осындай агач тактайшага саламыз. Өткені агач сууду боюна сіңирип алады. Күрүчтүн үстүнө уксус растворун куябыз. Жакшылап осылай аралаштырабыз. Сушидин салмасына косатын заттар дайындайбыз. Кыярды осындай 2 бөлүккө бөлүп, жарты кыярды осылай тагы 2 бөлүккө бөлөбүз. Оны тагы да 2 бөлүккө бөлөбүз. Сонда биз жарты кыярды 4 бөлүккө бөлөбүз. Кыярдын осылай дәнин алып тастайбыз. Дәнин алып жаткан кезде кыярымыз тым жука болуп калмабы керек. Мен осындай краб таякчасын колдандым. Балыктын сёмга немесе форель түрүн колдансаңыздар болот. Мен форель колдандым. Кесүүгө ыңгайлуу болуу үчүн морозильникке биз шамалы катырып алабыз. Осылай жука етип кесемиз. Эгер морозильникке катырмасаңыздар, былжырап дұрыс кесилмейди. Төртүнчү сушига косулатын ингредиент күнжүттү биз жакшылап табада кууруп алабыз. Күнжүттү куурмаса да болот, бирок куурсаңыздар өтө дамдуу болот. Ең әуелі капелке суши дайындаймыз. Қолымызды осылай суулап алып, 120-130 грамм күріш өлшеп аламыз. Қолдарыңызды суулап алыңыздар, өткенде күріш жабысқақ. Осылай 4 түрлі сушиға күрішті өлшеп аламыз. Суши орайтын бамбук циновканы пищевой пленкамен каптап алдым. Сушига осындай сапалы нори колданыңыздар. Мен синсойдыкын колдандым. Чимчимдикин колдансаңыздар да болады. Нориді циновканын үстүнө койгон кезде глянцевый ягын жылтыраак жагын астына каратып коябыз. Колумузду жакшылап суулайбыз. Күрүчтү норидин жарты жерине осылай орналаштырабыз. Колдарыңызды осылай суулап алып отуруңуздар. Өткені күріш жабысып қалады қолға. Күрішті бір тегіс етіп орналастырып болғасын, үстіне осылай қиярды қоямыз. Артық жерін кесіп тастаймыз. Қиярдың қасына осылай краб таяқшасын қойып шығамыз. Оның да артық жерін кесіп тастаймыз осылай. Үстіне творожный сырды осылай кондитерский мешок немесе салафанның көмегімен осылай сығып шығамыз.
Енді сушиді жақсылап осылай видеодағыдай етіп ораймыз. Енді норидің осындай қалған жерін аздап сулап жібереміз. Және видеодағыдай етіп осылай ораймыз. Бұл сушиді формасын осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе осылай капелька формасын бас бармақпен осылай басып шықсаңыздар да болады. Мінекей капелька формасына енді сушидің осындай шеттерін кейін тегістеп шығамыз. Енді темпура сушиіне кірісеміз. Жылтырақ жағын осылай астыға қаратып қоямыз. Қолымызды сулап күрішті алып, норидің жарты бетіне осылай қоямыз. Күрішті қойып болғаннан кейін үстіне қиярды қоямыз. Осылай артық жерін алып тастаймыз. Қиярдың қасына осылай балықты қойып шығамыз. Мен форель балығын қойдым. Енді видеодағыдай етіп жақсылап ораймыз. Осылай норидің шеттерін осылай сулап жібереміз. Яғни жақсы жабысу үшін осылай видеодағыдай етіп ораймыз. Бұл сушиді ең соңында панировочный сухариға аунатып қуырамыз. Төрт сушиді жасап болғаннан соң шеттерін кейін кесіп тастаймыз. Енді Филадельфия сушиін дайындауға кірісеміз. Циновканың үстін жақсылап осылай сулап аламыз. Қолымызды сулап күрішті алып, бетіне осылай жайғастырып шығамыз. Норидің бірлесін осылай екіге бөліп, жартысын күріштің үстіне қоямыз. Оның үстіне творожный сырды осылай сығып шығамыз. Краб таяқшасын осылай қоямыз. Артық жерін кесіп алып тастайсыздар. Енді біз сушиді осылай ораймыз. Рақатындап циновканы осылай ашамыз. Күріштің бетіне осылай қызыл балықты осылай қаптаймыз. Және шетіндегі артық балықтарды осылай кесіп алып тастаймыз.
Сушидің 4-ші түрін дайындаймыз. Осылай циновканы сулап аламыз, оның үстіне күрішті қоямыз. Күріштің бетіне осылай жарты нориді қойып, творожный сырды осылай қойып шығамыз. Көбірек қоссаңыздар өте дәмді болады. Және балығымызды қоямыз. Енді сушиді осылай ораймыз. Сушиді ақырындап күнжіттің үстіне қойып, күнжітті жан-жағына себеміз, осылай аунатамыз. Енді темпура сушиін дайындаймыз. Қуырылған темпураны дайындау үшін кляр дайындаймыз. Жұмыртқаға азғантай мөлшерде су қосып, оның үстіне ұн қосамыз, жақсылап араластырамыз. Бізде масса қою болу керек. Сушидің размері сиятындай осындай табаға клярды құямыз. Бағанағы ішінде қияр мен балығы бар сушиді осылай аунатамыз. Енді оны панировочный сухариға аунатамыз. Осындай түрін қолдансаңыздар болады. Табада майды алдын ала қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға сушиді осылай қоямыз. Сушиді аунатып, жан-жағын қызарғанша осылай қуырып аламыз. Сушиді кесетін кезде әуелі 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр кескен сайын пышақты сүртіп отырыңыздар. Одан кейін жарты сушиді тағы да 2-ге бөлеміз. Тағы да осылай 2-ге бөліп шығамыз. Яғни әуелі жартысын кесеміз, одан кейін тағы да осылай кесеміз. Әрқайсысын осылай кесіп шығамыз. Бір сушидан бізде 8 тілім суши шығады. Мінекей біздің сушиларымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Суши өте дәмді болып шықты. Баршаңыз жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.